Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Ернұрғы YouTube арнасы. Бүгінгі видеода мен сіздерге шетелде шыққан туындылардың бірі қорқынышты мультфильм «Каролина стране кошмаров» атты мультфильмнің қорқынышты аз шындығын, ол туралы қорқынышты деректерді бүгінгі видеода мен сіздерге айтып беретін боламын. Жалпы ол аз шындықтарды талқыламастан бұрын, бұл мультфильм көптеген көрермендерді таңғалдыруды және қорқынышқа бөледі. Каролинаның жұмбақ және қауіпті әлеміне бірге саяхаттайық. Видео бастамастан бұрын қолдау ретінде арнаға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны шертіп, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Арнаға тіркелген болсаңыздар, ал ендеше мен бастаймын. Жалпы аз шындықтарды айтпастан бұрын, мен ең алдымен бұл мультфильм туралы кішкене де деректер шығу тарихы, бұл мультфильмнің кейіпкерлері мен авторлары кім, сол туралы сіздерге кішкене де деректерді айта кетейін. Жалпы мультфильм Нил Гейманның 2002 жылы жарық көрген Аттас кітабына негізделген. Бұл кітап балаларға арналған қорқынышты ертегі ретінде жазылған болатын, бірақ ол ересектерге де әсер ететіндей өте қорқынышты болған. Каролина мультфильмі стоп-моушн технологиясын қолдана отырып түсірілген. Бұл әдіс өте қиын және көп уақытты талап еткен. Мультфильмнің әрбір кадры қолмен жасалып, содан кейін бір-бірімен біріктірілген. Фильмнің атмосферасы өте қараңғы және көңіл күйді көтермейді. Бұл арнайы түстердің үйлесімі және жарықтандырудың көмегімен жасалған болатын. Бастапқы әлем жарқын және түстерге бай, ал басқа әлем қараңғы және сұр түстерге толы. Фильмдегі ең қорқынышты элементтердің бірі басқа әлемдегі кейіпкерлердің бутон көздері. Бұл көздер символизмге толы. Олар адамдардың жанын алып, оларды құлға айналдыратын метафора ретінде қолданылады. Басқа ана бұл фильмнің негізгі жауы болып келеді. Ол бастапқыда жақсы көрінеді, бірақ шынайы бейнесі өте қорқынышты. Оның ниеті Каролинаны мәңгілікке басқа әлемде қалдыру болатын. Мультфильмде балалардың жоғалуы, ата-аналардың көңіл бөлмеуі және жалғыздық сияқты қараңғы тақырыптар көтерілген. Бұл тақырыптар мультфильмнің мазмұнын тереңдетеді және оны тек балаларға ғана емес, ересектерге де қызықты етеді. Фильмдегі музыка мен дыбыстар қорқыныш атмосферасын күшейту үшін арнайы жасалған. Француз композитор Бруно Куле осы фильмнің музыкасын жазған. Әндердің көпшілігі француз тілінде айтылған және олардың мағынасын түсіну қиын. Бұл да қорқынышты әсер береді. Мультфильм Каролина балаларға арналған қорқынышты ертегі ретінде басалса да, ол көптеген терең және қараңғы тақырыптарды қозғайды. Ол ерекше стилі мен қорқынышты атмосферасы арқылы көрермендерді таң қалдырады. Егер сіз бұл мультфильмді әлі көрмесеңіз, оны көруге кеңес беремін. Бірақ дайын болыңыз, ол сізді шын мәнінде қорқытуы әбден мүмкін. Ары қарай жалғастыра кетейік. Бүкіл мультфильмде қуыршақтар бізге 200-нан астам мимиканы көрсетті. Трикотаж бұйымдар үшін командаға жеке маман шақырылды. Ол Альтея Крон болды. Оның айтуынша, ол әлемдегі шағын қуыршақ киімдерін тоқатын жалғыз адам. Түс көру кезінде Каролин елес балалармен сөйлескенде, олар Винсент Ван Гогтың жұлдызды түн картинасында өте ұқсас фонда сөйлеседі. Мультфильмнің мәні неде десеңіздер, біз көбінесе әлемді қалай көргіміз келсе, солай көреміз. Бірақ біз елеспен өмір сүрмеуіміз қажет. Жеке әлемімізді жақсарту үшін әрекет ету және мақсаттарымызға жету керек. Шытырман оқиғалардың арқасында Каролина суицидтік ойларды жеңіп, осында және қазір өмір сүре бастады. Каролина қорқынышты түстердің елінде не іздеді? Енді оның міндеті елес, ата-анасы мен балаларын босату болған. Мұны істеу үшін ол басқа анаға ойын мәмілесін ұсынады. Егер Каролина жеңілсе, ол мәңгі қалуға келіседі және өзіне түймелерді тігуге мүмкіндік береді. Ал егер ол жеңсе, басқа ана барлығын жібереді. Каролин мультфильмі нені үйретеді? Ол балаларды сізде бар нәрсені бағалауға және олардың ата-аналары өте бос емес болса да, сізді әрқашан жақсы көретін білуге үйретеді. Ал ендігі сұрақ, Каролинаның ата-анасы қайда кетті? Пәтеріне оралған Каролина өзінің нағыз ата-аналары жоқ екенін білді. Келесі күні олар қайтып оралмайды. Ал Каролина оларды басқа анасы ұрлап кеткенін біліп, оларды құтқаруды шешеді. Кейіпкер мысықты өзімен бірге алып, тағы бір ананың әлеміне бірақ барады. Жалпы фильмде құлыптар мен кілттер де тірі сияқты көрінеді. Олардың қозғалысы мен дыбыстары кейіпкерлердің қорқынышын күшейту үшін арнайы жасалған. Басқа ана Каролинаны өзінің әлеміне тарту үшін оған ұқсас қуыршақты жібереді. Бұл қуыршақтың дауысы өте қорқынышты және ол Каролинаны үнемі бақылап тұрады. Ал басқа әлемдегі балалар басқа анасы тұтқындаған балалардың жаны бар. Бұл балалардың рухтары Каролинаға көмек сұрайды және олардың қайғылы тағдыры мультфильмнің ең қорқынышты сәттерінің бірі болып табылады.
Фильмдегі басқа әлемдегі оқиғалар мен кейіпкерлер шынайы өмірдегі қиындықтар мен қорқыныштардың метафорасы болып табылады. Мысалы, басқа анасы бақылау мен шектеудің символы. Ал автор Нил Гейманның айтуынша, ол бұл оқиғаны алғашында жазу барысында ол балалар мен ересектерді бірдей қызықтыру үшін қорқынышты элементтерді қосқан екен. Кейбір көрермендер фильмді алғаш көргенде қатты қорқып, кейіпкерлердің бұтын көздері мен басқа әлемнің қараңғы атмосферасы оларға ұзақ уақыт бойы түнде ұйықтауға мүмкіндік бермегенін айтады. Фильмде көріністердің көпшілігі Нил Гейманның өз өміріндегі оқиғалардан шабыттанған. Мысалы, ол кішкентай кезінде өзінің жаңа үйінде адасып, бөтен әлемге кіріп кеткендей сезінген. Ал достар, осылайша бүгін мен сіздерге Каролина мультфильмі туралы қорқынышты шындықтар мен деректерді талқылап айтып бердім деген ойдамын. Егер видеоның соңында лайк басып, арнаға тіркелмеген болсаңыздар, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Келесі видеода қандай мультфильм мен фильмдерге шындық түсірейін, соны комментарийге жаза кетіңіз. Ал сіздермен бірге болған мен, Ернұрға YouTube арнасы. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.